Жетісай аудандағы 11 жастағы 2074 қыз балаға адам папиллома вирусына қарсы вакцина салу жоспарланған болса, бүгінде соның 1600-ден астамына егу жұмыстары жүргізілді. Аудандық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының мамандарының мәліметінше, екпе алғандардың арасында ешқандай кері әсер болған жоқ. Адам папиллома вирусы бұл бүгінгі таңда жаңа өзекті мәселелердің бірі болып тұр. Жалпы адам папиллома вирусымен біздің республикамызда 2000-ға жуық, әрбір жыл сайын 2000-ға жуық жағдай тіркеліп, 600-ден астам әйел кісілер осы патологиядан, осы аурудан көз жұмуда. Жалпы жатыр мойынның обыры сүт безі обырынан кейінгі екінші орында тұр. Жаңа статистика бойынша. Адам папиллома вирусы жатыр мойны қатерлі ісігін тудыратын қоздырғыш. Сондықтан әлемнің 130-ға жуық мемлекетінде осы вирусқа қарсы екпе тұрақты түрде жүргізіледі. Қазақстан Республикасында қыркүйек айынан бастап 11 жас қыз балалар арасында осы вакцинаны егу, Gardasil вакцинасын егу жоспарланып егілуде. Болған міндетті түрде жаңағы 18-ге толмаған, әлі кәмелетке толмаған қыз балалар болғаннан кейін міндетті түрде ата-аналардың рұқсатымен, келісіммен егу жұмыстары жүргізілуде. Орналасқан мекен-жай бойынша егулер жүргізіліп жатыр. Өздерінің емханаларынан барып, жерден жаңа егу жұмыстарын жүргізе алады. Вакцинациялау ұлттық екпе кестесіне енгізілді. Екпе 2 кезеңнен тұрады. Біріншісі қыз бала 11 жасқа толғанда, екіншісі 1 жылдан кейін жасалады. Вакцинациялау ата-ана рұқсатымен ғана жүргізіледі. Клара Шербайқызы, Жеңіс Сыдықов, ақпарат, Жетісай ауданынан.